Гранат энциклопедиясында «Қырғыздар, қазақтар» атты мақалада Клеменс 1897 жылғы санақ қорытындысы бойынша Ресейдегі қазақтардың саны жөнінде мынандай дерек келтіреді. Торғай облысында 410 мың, Орал облысында 460 мың, Бөкей ордасында 250 мың, Ақмола облысында 427 мың, Семей облысында 604 мың, Жетісу облысында 794 мың, Сырдария облысында 952 мың, Самарқанд облысында 63 мың, Закаспий облысында 74 мың, Томск губерниясында 24 мың, Тобыл губерниясында 7 мың, Самара губерниясында 8 мың, Орынбор губерниясында 5 мың, Ресейдің қалған бөліктерінде мыңнан аса қазақ есепке алынған. Сонда осы халық аман-есен табиғи өсімде болса, 1917 жылдың өзінде 7 миллион, 1932 жылы 11 миллион, 1989 жылы 25 миллион болатын еді. Қазір Қазақстанда 6 миллион қазақпыз. Сонда 19 миллион қазақтың құны кері кім? Ақселеу Сейдімбек, 1989 жыл 24 желтоқсан. Арнамызға қолдау білдіріп, видеоға лайк басып, төменде өз ойыңызды жазып қалдырыңыз.